Экранға назар аудар. Тәрелкедегі алмалар мен алмұрттарды көріп тұрсың ба? Екі тәрелкедегі жемістердің санын әртүрлі тәсілмен есептеп табайық. Бірінші тәсіл. Алдымен бір тәрелкедегі жемістің санын анықтап алайық. Содан кейін оны екіге көбейтеміз. Себебі жемістер екі тәрелкеде де бар. Бірінші тәрелкеде неше алмұрт бар? Дұрыс, 5. Бірінші тәрелкеде неше алма бар? Дұрыс, 3. Бір тәрелкеде барлығы неше жеміс бар? Дұрыс, 8. 5-ке 3-ті қоссақ, 8 болады. Ал екі тәрелкеде қанша жеміс бар? Дұрыс, 8-ді 2-ге көбейту керек. Екі тәрелкеде барлығы 16 жеміс бар екен. Екінші тәсіл. Екі тәрелкедегі алмалардың санын анықтап аламыз. Содан кейін екі тәрелкедегі алмұрттардың санын анықтап аламыз. Нәтижесін қосамыз. 3-ті 2-ге көбейтсек, тең болады 6-ға. Екі тәрелкеде 6 алма. 5-ті 2-ге көбейтсек, тең болады 10-ға. Екі тәрелкеде 10 алмұрт. Алма мен алмұрттың санын қосамыз. 6 қосылған 10 тең болады 16-ға. Екі тәрелкеде 16 жеміс бар. Екі тәсілмен шығарылған есептің жауаптарын салыстырып көрейік. Дұрыс, жауаптары бірдей болады. Қосындыны санға көбейту үшін қосылғыштарды осы санға жеке-жеке көбейтіп, нәтижесін қосамыз. Бұл көбейтудің үлестірімділік қасиеті.